Мектеп пәндерін оқытуда цифрлық технологияларды қолдану, қарастырылатын тақырыптар оқытуда интерактивті құралдарды пайдалану, интерактивті тақтаның мүмкіндіктері, онлайн тақталар қолданылуы мен артықшылықтары. Оқытуда интерактивті құралдарды пайдалану қазіргі таңда елімізге білім беру жүйесіндегі ең басты міндеті білім берудің ұлттық моделіне көшу арқылы жас ұрпақтың білім деңгейін халықаралық дәрежеге жеткізу. Инновациялық әдістердің ең негізгілерінің бірі интерактивті оқыту әдістері. Негізгі қағидасы педагогикалық қарым-қатынас пен диалог арқылы жеке тұлғаны қалыптастырып дамыту. Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше салауатты және жан-жақты маман болу мүмкін емес. Интерактивті құралдарға нелерді жатқызамыз? Интерактивті тақталар, активті қылқалам, активті указканы жатқызуға болады екен. Интерактивті тақтаның мүмкіндіктеріне тоқталып өтетін болсақ, оқыту үрдісін компьютерлендіру мақсатында интерактивті тақтамен жұмыс жасау өте тиімді. Тақтаны қолдану арқылы білім алушылардың қызығушылығын, интеллектуалдық танымын, білім сапасын арттыруға болады. Интерактивтік тақтамен жұмыс жасауда білім алушылардың қызығушылығын танытып қана қоймай, шығармашылық қабілеттерін дамытумен қатар жаңа ақпараттық технологияны меңгеруге, оны пайдалана алуға мүмкіндік беріледі екен. Сабақта интерактив тақтаның элементтерін пайдалану дайындалған арнайы тапсырмаларды тыңдап қана қоймай, көздерімен көріп, жетік түсінуге дағдыландырады. Онлайн тақталар қолданылу мен мүмкіндіктеріне тоқталып өтетін болсақ, онлайн тақталар ара қашықтықтан оқыту кезінде жазбаларға арналған, әдеттегі тақтаны алмастыра алатын, немесе жоспарлау мен топтық жұмыс үшін қолданылатын тақтаның бірі. Сіздердің алдарыңызда онлайн тақтаның түрлерінің тізімдері көрсетілген. Осы көрсетілген онлайн тақталарды өз пәндеріңізде сабақ беру үрдісінде тиімді пайдалануға болады. Онлайн тақта бұл қарапайым тақта сияқты функцияны орындайтын, бірақ мүмкіндіктері кеңейтілген ыңғайлы бағдарлама. Ол мұғалімдер мен білім алушылар үшін демонстрациялық функцияны орындайды. Қашықтықтан оқытудың дамуы мен онлайн тақталар адамдарға ақпаратты көрсетуге болатын іс-шараларда белсенді түрде қолданыла бастаған екен. Назарларыңызға рахмет.